Сәлеметсіңдер ме, балалар? Бүгін тағы да бір қысқа сөйлемге морфологиялық талдау жасасақ деп отырмыз. Мұғалім бізге шығарма жаздырды. Өзі 4 қана сөзден тұратын сөйлем екен. Қысқа ғана сөйлем алдым. Енді осы сөйлемге морфологиялық талдау жасайық. Сендер де менімен бірге ілесіп, талдау жасап, жазып алып, түсініксіз жерін сұрап, белсенділік танытып отырыңдар. Енді бұл жерде мұғалім деген мұғалім. Бұл мұғалім деген сөз зат есім болады. Кім деген сұраққа жауап береді? Кім деген сұраққа жауап беріп, зат есім болады. Зат есім. Маркер нашар жазып тұр. Бізге. Біз дегеніміз бұл жіктеу есімдігі. Жіктеу есімдігі. Ге дегеніміз, жерге жаза салайын. Ге деп отырғанымыз бұл септіктің жалғауы, барыс септігінің жалғауы болып келеді. Барыс септігі. Септігінің жалғауы. Барыс септігінің жалғауы. Мұғалімді таптық, бізге дегенді таптық, шығарма. Бұл жерде де шығарма не? Яғни бұл да зат есім. Зат есім. Жаздырды. Түбірі жаз болады, е? Түбірі міне жаз. Не істе деген сұраққа жауап береді. Не істе? Жаз. Бұл етістік. Етістік. Дыр дегеніміз не? Д деп отырғанымыз жұрнақ, е? Қандай жұрнақ? Бұл етістің жұрнағы. Дыр. Жаздыр дегендегі дыр. Етістің жұрнағы. Етіс болғанда ол өзгелік етістің жұрнағы. Етістің өзі 4-ке бөлінеді. Өзгелік, етіс, етістің жұрнағы. Негізі етістер 4-ке бөлінеді. Өздік етіс, өзгелік етіс, ырықсыз етіс, ортақ етіс болып 4-ке бөлінеді. Соның ішінде дыр деп отырғанымыз бұл өзгелік етіске жатады. Д деп отырғанымыз жіктеу, жіктік жалғауы. Жіктік жалғауының мұғалім жаздырды, ол жаздырды. 3-ші жағы. Міне бар болғаны осы. Мұғалім бізге шығарма жаздырды. Мұғалім кім? Зат есім. Біз жіктеу есімдігі. Ге деген барыс септігінің жалғауы. Шығарма деген не? Зат есім. Жаз не істе? Етістік. Дыр деген жаздырды дегендегі дыр өзгелік етістің жұрнағы. Етіс деген естеріңе салып өтейін, балалар, 4-ке бөлінеді. Өзгелік етіс, өздік етіс, ырықсыз етіс және ортақ етіс болып бөлінеді. Мынау дыр деген өзгелік етіс. Д деген жіктік жалғауының 3-ші жағы. Міне қысқа ғана 4 сөзден тұратын сөйлемді, 4 сөзден тұратын ғана сөйлемді, жай сөйлемді талдап тастадық. Осылай етіп, күнде бір сөйлемнен уақыт болған кезде талдап тұрамыз. Менің арнаммен бірге болыңыздар. Егерде менің арнама жазылмаған болсаңыз, жазылып қойыңыз.
лайк басып комментарий жазып қойыңыз. Егер де қазақ тілінен морфологиялық талдау сендерге қиындық келтіріп жатса, міндетті түрде менің арнама сол қиын болып жатқан сөзді жазып жіберулеріңе болады. Мен уақытым болған кезде міндетті түрде оған жауап қайтаратын боламын. Сендермен бірге болған Айнұр Оразымбетова. Сау болыңдар балалар.